Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің атым Мейрамбек, Мейрам балалар киностудиясының директорымын. Бүгінгі бағдарламада YouTube 1 миллион просмотрға қанша доллар береді, сол туралы айтатын боламыз. Ең бірінші мінекей біздің каналымызға кіреміз. Және аналитикаға кіреміз. Ол үшін значокты басып, творческая студияны басамыз. Одан кейін аналитика дегенге кіреміз. Аналитикаға қарасақ, мінекей 28 күннің ішінде 7 миллион просмотр болған. Және одан түскен пайда $1093. Қазір мен калькуляторды ашып, сіздерге есептеп беремін. Яғни мінекей $1000 бөлеміз 7 миллион просмотрға. 7 миллион просмотрға. Мінекей мына көріп отырсаңыз, ең бірінші 3 цифр, бана қанша доллар беретін көрсетіліп тұр. Бұл жерде $142 береді әр миллион просмотрға. Қазір мен сізге бүйтіп есептеп беремін. $142 көбейтеміз 7 миллионға $994 шығып тұр, көріп тұрсыз ғой. Почти $1000 ғой, бағана айтқандай. Бұл деген сөз $142, ол YouTube 1 миллион просмотрға береді. Шын мәнісінде ол просмотрға бермейді. Ал ішіндегі доходқа кірсек, қазір көрсетем. Ішіндегі әр көрсетілген рекламаға төлейді. Мінекей 2,5 миллион рет реклама көрсетілген видеолардың ішінде. Сол үшін $1000 берген. Яғни 7 миллион просмотр болғанмен, оның ішінде рекламаны 2,5 миллион рет көрген. Сол үшін берген $1000. Және бұл маяқта қарап отырсаңыз, әр көрсетілген 1000 показға $0,79 беріп отыр, яғни 79 цент. Әр көрсетілген 1000 рекламаға. Бұл біз сияқты развлекательный контент дейді, көңіл көтеретін контенттерге беріледі. Ал егерде сіздің каналыңыз білім беретін немесе бизнес жайлы болатын болса, бұл цифра одан да көп болуы мүмкін. $1 болуы мүмкін, $2 болуы мүмкін. Сол кезде расчетный доход деген уже $1000 емес, $2000, $3000-ға дейін аса береді. Және де бұл жақта айта кететін жайт, ол сіздің видеоларыңыздың, YouTube видеоларыңыз ұзақтығына қарай, удержание аудиторияға қарай, яғни сіздің видеоңызды айналдырып жібермей до конца көретін болса, реклама ішінде көп көрсетіле береді. Және видеоңыз неғұрлым қысқа болатын болса, 10 минуттан қысқа болатын болса, реклама бір-ақ рет немесе басында аяғында 2-ақ рет көрсетіледі. Даже онда емес деймін, 10 минутқа дейін болатын болса, басында көрсетілмейді, соңында ғана көрсетілетін сондай өзінің функциялары бар. Сондықтан да видеоларыңыз 10 минуттан асатын болса, 2-3 реклама ішінде көрсетіле береді, 4 реклама, 5 реклама көрсетіле береді өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бірақ енді рекламаны көп қосқан сайын, білесіздер, көрермендер көп тоқталмайды, видеоңызда өткізіп жібереді, басқа видеоға қойылып кетеді, шаршап кетеді өйткені. Және де көп ақша түсіремін деп видеоңызды барынша соза бермеңіздер. Видеоңыз неғұрлым қызық болған сайын, соғұрлым адам көп көреді. Қысқа болса да 1 минут болса, 2 минут, 5 минут болсын, қызық болу керек. Ол көп ақша түсіремін деп 10 минут қылғанмен, наоборот, минусқа кетесіздер. Сондықтан да осы жайтты ескеріңіздер. Және де ақша табудың тағы да басқа жолы бар YouTube'тан. Ол жерде YouTube'тың өзінен ақша табуға болады, және қосында ішіндегі реклама салуға болады. Біреулердің рекламасын, және цепия партнерка туралы айтқан болатын. Цепия партнеркалар, яғни біреулердің AliExpress'ның товарларын реклама жасай отырып, ақша табуға болады. Ол жерде маңызды емес сіздің подписчигіңіз, 1000 подписчик па, миллион подписчик па, маңызды емес. Ең бастысы көріліміңіз болып, адамдар сол ссылка арқылы өтіп товарлар сатып алатын болса, сізге әр сатылымнан пайыз, яғни процент түсіп тұратын болады. Ол туралы біздің жеке сабақтарымыз бар, солған қатысып, кәдімгі ақша табу жолдарын үйренсеңіздер болады. Астында сілтемеде комментарийда өтіп, тіркеліп қатыссаңыздар болады. Бағасы да қымбат емес, оны біздің мамандар үйрететін болады. Одан кейін үшінші түрі ақшаны табудың, ол әр видеоның ішінде өзіңіздің товарыңызды жарнамалай, қызметіңізді жарнамалай отырып, ақша тікелей сатылым жасай аласыз. Яғни, мысалы сіз сварщиксіз немесе бағанағы бір тренерсіз, сол жерде сіз өзіңіздің кәсіби мамандығыңыз туралы айта отырып, соны істей отырып, көрсетіп, халыққа қалай дұрыс жасалатынын көрсетіп, және өзіңіздің товарыңызды тікелей сол жерде сата аласыз. Егер де сізде осындай қолыңыздан үйренгіңіз келсе, немесе осындай мен жасаған товарларға тапсырыс бергіңіз келсе, телефонға хабарласыңыз дегендей прямой
сатылымдар жасайсыз, ол шын мәнісінде аз болып көрінуі мүмкін, бірақ сіздің видеоңызды 100 адам көрген өзінде ол 5-6 адам міндетті түрде сатып алады. Яғни сіз өзіңіз ойлаңыз, күніне 5-6 тауарыңызды сатып жатырсыз. Яғни видеоңыз неғұрлым қызық болған сайын оны 1000 адам көреді, 10.000 адам көреді. 10.000 адам көрді деген сөз, ол 100 тауарыңызды, қызметіңіз 100 адам сатып алды деген сөз. Және бұл YouTube деген үлкен алаң, бұл жерде кәдімгідей миллиондар жасауға болады. Қазір біздің Мейрам киностудиясы, Мейрам ТВ, Мастер Мейрам, осы 3 канал жұмыс істеп жатыр. Соның біреуі, міне жай ғана біреуі YouTube'тың өзінен $1000 пайда табады. Ал сіз енді ойлаңыз, не үшін бұл каналдардың бәрі ашылып жатыр? Өйткені бұл YouTube'тың қазіргі заманауи табыстың негізгі жоғарғы көзі. Өйткені қазір бұны осы уақытқа дейін айтып келе жатқан болатынбыз, бірақ ешкім қатты мән бермей, өткен адамдарда андай психология қалыптасқан ғой. Маған бүгін $100 бере саған жақсы, чем мен 1 жылдан кейін $1 миллион алғанша деген психология қалыптасқан. Оларға қазір ғана керек та оларға ақша. Сондықтан да бұны айтып келе жатырмыз. Енді міне қазір мінекей карантин болды да, барлығы осы онлайн бизнестің, интернет бизнестің маңыздылығын енді түсініп жатыр. Және әлі де кеш емес, әлі де кіріп қосылып үлкен проекттер YouTube арқылы жүзеге асыруға болады. Өткен қазақ тілді контент қазір өте аз. Қазақ тілді контентке халық аш кәдімгідей. Қазір не салсаңыздар да қызық қылып салсаңыз, кәдімгідей көрілімге ие болып көп ақша табуға болады. Менің Серік деген досым бар, бір күні келді, мен каналымда миллиондаған просмотр болып жатыр, оны қалай дамытам, қалай подписчик жинаймын дегенде. Ол 30 000, 40 000 подписчигі бар тұғын. Сол кезде мен каналын бір көріп шықтым, сөйтіп қарап отырып, бірақ фишка қостым, бірақ инструмент қостым ішінде. Яғни әр келесі салатын видеоларыңа, әр видеоңа подписаться, лайк, комментарий деген призыв действию қос дедім. Және соны ол енгізді. Бір айдың көлемінде 30 000 подписчиктен 100 000 подписчикке шейін асып, просмотрлары 2 есе көбейді. Ол бағанағыдай бірақ инструмент мен айтқан. Ал бағанағы онлайн сабақта, төмендегі онлайн сабақта 75 түрлі инструмент айтатын боламыз. Және көптеген фишкалар айтатын боламыз. Просмотрды, подписчикті көбейтетін, ақша табу жолдар туралы төмендегі сілтеме арқылы курстарға тіркеліп, аты жөніңізді, телефоныңызды жазсаңыздар, бағасы қымбат емес, 5 000 мен 10 000 теңгенің көлемінде. Осы мәліметтер туралы толық настройка, тауар сату, ақшаның соның түрлері туралы барлығы айтылған сол онлайн сабақта. Сондықтан да міндетті түрде дәл қазір сілтеме арқылы өтіп тіркеліңіздер. Мен сіздерге 100% гарантия беремін, өкінбейсіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.